Ассалаумағалейкум, құрметті Оран YouTube арнасының көрермендері, әлеуметтік желіні пайдаланушылар, және де біздің тұрақты көрермендеріміз үнемі бізге лайк батырмасын басып, яғни өзінің пікірін жазып отыратын белсенділер. Бүгін міне кезекті жазбамыз жазып отырмыз. Бұл жолы бізде қонақта Аққали Үмбетқалиұлы Әубекеров. Бұл кісі осыған дейін деп отырмыз, талай мемлекеттік қызметте болған, тәжірибесі мол маман, және де алда осы жақында сайлау өтеді. Сол сайлауда өзінің осыған дейін басқарған зашаған кентін қайта тізгіндеуге бақсынап отырған саясаткер, мемлекеттік қызметші ретінде танимыз. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Ал енді аға, біраз айтып көрдік. Осыған дейін талай депутаттар болған осы жерде, мәжіліс депутаттары келген бізге сұхбатқа, бірақ әкімдермен сұхбат жүргізбеппіз. Сіз енді алдағы сайлауға дейін әкімсіз. Содан кейін сайлаудан кейін көре жатамыз. Кім болады? Неше кандидат бар сізден бөлек? Менен басқа 2 кандидат бар. Жақсы. Ең бірінші сауалымды сізге былайша жолдағым келіп отыр. Көп жылдар мемлекеттік қызметтесіз. 30 жылдан асыпты. Оңай емес. Тіпті көптің қызыға бермейтін мамандығы деп айтуға болады, Дұрыс та шығар. Сізді жалпы осы салада не қызықтырды? Сол сауалдан бастасақ. Енді жоғарғы оқу орнын аяқтағаннан кейін мамандығым бойынша 1 жыл жұмыс атқардым. Елімде, туған жерде. Содан кейін 1 жылдан кейін ол кезде ауыл шаруашылық мамандығы бар азаматтар ауылда аздау болды. Ер балалардан. Бірақ ауылға тым қажет мамандық қой. Ауылға тым қажет маман. Бірақ сол кезде қажеттілік солай болды ма? Ауылдың басшылығы ол кезде енді комсомол деген ұйым бар. Партия бар ол кезде кеңес одағы кезінде. Сол ұсыныс болды деп өзім ойлаймын. Мені сол аудандық комсомол ұйымына жұмысқа тартты. 1 жылдан кейін. Тура 1 жылдан кейін қызметке тартты да, содан жаңағы комсомолдың қызметі тартылып кеттім. 93 жылға дейін аудандық комсомол ұйымында, жастар ұйымында кеңес ыдырағаннан кейін сол қызмет еттім. Яғни ең алғашқы алқисасы баспалдағы сол комсомол ұйымынан басталды дейсіз. Негізі сол мектептен басталды. Ал енді шенеунік дейміз ғой, енді ел аузында мемлекеттік қызметші деп жатамыз. Оның не қызығы бар? Мысалға кезінде біз білеміз, жалақылар табындай керемет болған жоқ, бірақ жауапкершілігі мол. Үнемі қызу жұмыстың ортасында жүреді. Өзімді енді қызықтырды дегенде қалай деп айтайын? Бұл мемлекеттік қызметтің жауапкершілігі мол, біріншіден. Екіншіден, өзіңді қашанда бір халықпен байланыс, ол бұрыннан бар нәрсе ғой. Бұрыннан бар қызмет, сондықтан халықпен байланыс, екі ортадағы халықпен жұмыс істей білу, халықпен араласу, жаңағы тығыз ортасындағы мәселелерді білу, сол адамды алға қарай жетелей береді екен. Содан өзің қалай сол жұмысқа тартылып кеткеніңді білмей қаласың. Жұтылып кеткеніңді. Жұтылып кеткеніңді. Бірақ кейін осы дағдыға айналып кетті де, бір өмір сүру үрдісіне айналып кетеді дейді ғой, мамандығыңның өзі онсыз жүре алмайсың. Тіпті еңбек демалысына шыққанның өзінде де қайта тартып тұрады. Ол бар әрине, ол бар. Былай қарап тұрғанда кезінде сол мемлекеттік қызметке бармай, жаңағы кәсіпке кетіп қалсам дегенде ой болды. Мысалы, мамандық бойынша да жаңағы бау-бақша салып, немесе бақ егіп кету деген ойымда болды сондай. Болмады емес, болды. Бағбан болып кетуіңіз де ғажап емес. Ол да мүмкін. Ал кездерде не, мемлекеттік қызметтен шаршадыңыз ба, әлде біреулер ренжітті ме? Ол кезде ме? Ол кезде мемлекеттік қызметтен ренжіткен жоқ. Бір сұлына 90 жылдардың аяғы ғой. Тоқырау кездерде, сол кезде жаңағы тұрақсыздық, сосын мына табыстың аздығы. Қалай дегенде де санан тұрмыс билейді дейсіз. Санан тұрмыс билейді.
Иә, табыстың аздығы, отбасында 3 бала тәрбиелеп жаттық. Жолдасым мұғалім, мұғалімнің де табысы Ондай керемет емес ол кездері. ол кездері. Сол кезде жаңағы мемлекеттен қызметтен кету, кәсіпке араласып кету мақсатында өзім бір жылдай жаңағы мемлекеттік қызметтен кетіп қалдым. Бірақ ауылдан қалаға қоныс аудардым. 2000 жылы мемлекеттік қызметке қайта келдім. Жақсы, ол да дұрыс болған болар. Дәл қазір енді қаланың ең ірі деген аумағын басқарып отырсыз. Мына жалпы әкім болу сізге қиын шаруа емес сияқты. Енді осыған дейін үлкен тәжірибеңіз бар. Ал енді Зашағанға келетін болсақ, проблемасы да өзіне тән, халық саны көп шоғырланған аумақтардың бірі. Қазір кейбіреулер айтып жатар ғой, жаңағы бір әулетті басқара алмайтын ер азаматтар кей кезде елдің мәселесі туралы пікір айтып жатады дивандарда деп. Сондықтан да оңай шаруа емес. Жалпы мына жергілікті атқарушы билікте қызмет етудің қаншалықты қиындығы бар өзіне тән. Соның ішінде қаланың шет аудандарында біздер білеміз проблема шаш етектен. Бұл жерде енді сол нақты Зашағанға тоқталатын болсақ, нақты Зашағанға тоқталатын болсақ, бұл жерде енді біріншіден қиыншылығы аумақтың үлкендігі, халықтың көптігі. Жаңағы бір жерді жөндеп аяқтап жатсаң, екінші жерден жаңа мәселенің туындауы. Соның бар күнделікті жаңағы үрдіске енеді. Күнделікті сен жоспарлаған жұмысыңды жасай алмайсың. Және күнделікті сол бір циклмен айнала бересің де, бір проблеманың ішінде. Сол қиыншылығы бар. Ол себебі жаңа айтып жатырмын ғой, аумақтың өте үлкендігінде. Және халықтың тығыз орналасуында. Жыл санап көбейіп жатқан болар халқы, Жылдан жылға көбейіп жатыр. Бұл енді көп жағдайда ауылдан қалаға көшіп келушілер. Ауылдан, сол миграция негізі ауылдан. Миграция ауылдан. Сол енді қазір енді қалаға жастар көп қоныстанды. Жас мамандардың көбі бізде. 7 мектеп бар мысалы. 7 орта мектеп бар. 13 мың, 14 мыңға жақын оқушы бар. Оңай емес. Жалпына бұрын әкімдерді тағайындайтын еді. Өзіңіз білесіз, енді кеңестік одақтан келе жатырсыз ғой, осы мемлекеттік қызметте. Осыған дейінгі әкім болып Зашағанға депутаттардың дауыс беру арқылы сайландыңыз. Ендігі кезекте мына жаңа үрдіс, тіпті қаланың әкімінде сайлау үрдісі еніп жатыр ғой. Жалпы осы әкімдерді ел арасынан біліктілігіне қарап тағайындау емес, мына сайлау қаншалықты дұрыс деп есептейсіз? Сайлау енді қазіргі енді біз зайырлы жаңағы демократияға бет бұрған мемлекетпіз ғой. Жас мемлекет. Бірақ дегенмен позициясы бұл. Иә. Дауыс беру арқылы. Дауыс беру. Негізі қазіргі жалпы халықтың да пікірі соған келеді. Сайлау негізі дұрыс деп есептеймін. Бірақ жаңағы сол әкімдікке ұсынылатын адамдардың білімін, тәжірибесін, талаптарын жоғары деңгейге көтеру керек сияқты. Яғни кандидаттың өзін тіркеген кездерде мұқият болу керек, өте. Себебі енді бұл сөзді мен айтайын, сіз айтпай-ақ қойыңыз. Көп жағдайларда елдің алдында танымал деп айтайықшы, сыйлы болу өте бір бөлек мәселеде танымал. Мысалы, кейбір жағдайларда асаба, әнші, бишілердің осындай позицияға келіп қалатында жағдай бар екенде, бірақ кейін мен өзім журналистік зерттеу жасап көрген кезде ол адамдардың көпке шыдай алмай өзінің қызметін кері тапсырып жатады дейді. Бұл енді жаңағы эстрадада, басқа салаларда жүргендердікі. Қасапшы өз ісін білу керек дейді ғой, шымшық сойса да. Жалпы әкімдердің сайлануы бұл демократиялық үрдіс болғанмен, жаңағы айтқан, өзіңіз айтқан мемлекеттік
жергілікті атқарушы билік болғасындағы сараптап кімнің лайықты екенін мұқияттап қарау керек дегенге келеді сіздің пікіріңіз, солай ғой? Жақсы. Осыған дейін өзіңіз Зашағанды басқарып келе жатсыз. Сайлаудан кейін енді нәтиже көрсетеді. Жалпы осы Зашаған кентінде әкім болған жылдарыңызда ауыз толтырып айтатындай қандай жұмыстарды атқардыңыз? Енді қазіргі уақытта ең басты ауыз толтырып айтатын іс бұл жол салу мәселесі. Қай жерде де өзекті? Жол мәселесі. Ауыл ішілік жолдар биылғы жылдың өзінде, мысалға айтатын болсам, Зашаған бұл құрылғалы келе жатқан автомобилист шағын ауданы бар. Өмірінде асфальт көрмеген. Көктем, күздерде балшыққа батып жатты. Балшыққа батып жатты. 30-шы мектепке қатынайтын бүкіл баланың бәрі, жұмысқа қатынайтын азаматтарымыздың бәрі балшықпен жүрді. Биылғы жылы сол автомобилист шағын ауданын 24-ші жылдың басында, ақпан айында қала әкімдігінде жиын жинап, біз ұсыныс жасаған болатынбыз. Осы жолдарды түзеуге бір шешім қабылдайық деп. Қаражат бөлу сәйкес. Қаражат бөлу мәселесіне барды. Құзырлы органдарды қатыстырып, депутаттарды қатыстырып талқылау болды. Және ол көшелердегі жолды бұрынғы қалыптасқан дәстүрге сәйкес шебенкі салып, гравий салып болай емес, жаңа технологиямен, айынты технология деп аталады, сол технологиямен жол салу жөнінде шешім қабылданды. Яғни сапасына зер салдыңыздар. Ол жолдарды қазы салдық. Арнайы мына жол зертханасы бар ғой бізде, сапалығын қарайтын мекеме, республикалық. Соның филиалы бар. Сол филиалмен договорға отырдық. Сол филиал кеше жолдар салып болғаннан кейін сынамалар алды, сапасын қарады. Қалай деп айтады? Сапасы жақсы. Сапасы жақсы. Қазір ол жолдар мысалы ұзақ қызмет көрсетеді. Яғни қиыршық тастары болсын, асфальт жабындысы болсын, белгілі бір стандартқа сай, иә? Сонда қалың ба? Қазір ол 30 сантиметр, жаңағы 30 сантиметрге дейін қатқыл астыңғы қабаты бар, үстіне 7 сантиметрге дейін асфальт төселеді. Бұл жолдан басқа? Жолдан басқа жарықтандыру мәселесін айталым. Тағы өзекті? Өзекті, өте өзекті. 21 жылдан бастап жұмысты бастаған мезгілде жарықтандыру бізде Зашағанда өте төмен деңгейде болды. Сол келгеннен кейін біз өзімнің аппаратта Зашаған әкімдігінде орынбасарым бар, басқа мамандар бар, ақылдасып, қала басшылығына шығып, қаражат сұрап, жоба жасап, жарықтандыруды бастадық. Оған дейін де жасалып жатқан жұмыс қой, бірақ дегенмен жаңағыдай көлемді емес. Мысалы, ауқымды емес. Талғат Бегелдинов көшесі, Әзірбайжан көшесі. Жаңғырханнан Әзірбайжан көшесіне кіргеннен Талғат Бегелдинов, Сабыр Рахимов көшесіне дейін толық жарықтандырдық. 22-ші жылы. Одан кейін басқа жобалар жасауға кірістік. Орал-Атырау трассасының бойын, Орал-Сарат трассасының бойын, ішкі Брусиловский көшесін, одан қалды, одан кейін жаңағы Айткулов көшесін, Сарытауды бөліп тұрған жолдың бойындағы жолда жарықтандыру. Қазір сол жобалардан Брусиловский көшесі толықтай жарықтандырылды. Айткулов көшесі толықтай жарықтандырылды. Қазір Атырау трассасынан жаңа мостыға дейін толықтай жарықтандырылды. Орал-Сарат трассасы қазір бір жағы жарықтандырылды, екінші жағы кешігу себебі қазір енді ауа райына байланысты. Яғни 25-ші жылға қазір жоба бар, экспертизадан өткен. Сол көшені толықтай жарықтандырамыз екі жағынан. Себебі Жаңғырхан көшесінде жүріп өтсең көресіз, бүкіл сымның бәрі салбырап, бәрі қазір қандай ұсқында тұрғанын. Соның бәрін ертең бәрі жердің астына кабельмен кетіп, үсті жарықтандырылып тұрғанда қауіпсіз, ешқандай не болмайды. Авария болмайды ешқандай. Көзге көруге оғаш қазық қарасаңыз. Тамаша. Мен ойлаймын, Зашаған кентінің тұрғындарын қуантатын бұл жаңалықтар әлі де болса да өзгерістер болатын болар.
солай ғой? Болады, әрине. Жаңағы өзіңіз бас болып сол кезде іске асырған жұмыстардың легі бар ма тағы? Бар. Қосарыңыз қандай айтып өтіңіз? Бұл енді жаңағы жасыл көшеттер отырғызу. Иә. Желектендіру. Иә, желектендіру. Ол жұмысты сол 22 жылдан бері, 21-ден бастадық. 22 жылдан бері біз бұл мәселені бұрын бір мекемеде болды, бәрі қар тазалау да, көше сыпыру да, жаңағы терек егу да, су құю да, бәрі де күтуі де. 22 жылдан бастап біз бұл жаңағы терек көшет отырғызуды, суғаруды, шөп шабуды бәрін бөлек алып шықтық. Бөлек алып шықтық, басқа мекеме айналысады. Оған мемлекеттік сатып алу жарияланып, қазір көшеттеріміздің бар 22-ден бері ешкім бізге терек өліп жатыр, теректерің суғарылмай жатыр деген әңгіме айтпайды. Өте тамаша. Енді былай қарап тұрсаңыз, қаланың кіреберісі көрнекі болу, тіпті мына әлгі біздер айтады ғой, әлгі Табыл ақын айтқанша бізге төбелердің өзі таудай көрінеді деп. Қалаға келе жатқан азаматтардың ең бірінші көзіне түсетіні Оралға кіріп келе жатқанда бұл сіз басқаратын Зашаған ғой. Олай құлпырып жатса, ертең тіпті тамаша. Тағы бір мәселе, Зашаған кенті осыған дейін бір жеке секторлар дейді ғой, жеке үйлерді болды. Ал енді соңғы жылдары қызылды жасыл жолдың бойында әдемі көп қабатты ғимараттар салынып жатыр, тұрғын үйлер. Жалпы енді тұрғын үй, көп қабатты тұрғын үй болғанда мәселе көп болады. Жалпы осы салада қалай қадағаланып отыр, тұрғындардың назы қандай деген сияқты. Енді көбі жаңа үй ғой. Көбі жаңа үй. Бұл жерде енді жаңағы құрылыс компанияларына өкпеміз бар. Айтып кететін. Құрылыс компанияларының... Бұл сапаға қатысты ма? Сапаға қатысты. Жаңағы фундаменттен, іргетастан бастап, қиюынан подвалдарына жертөлеге су кіру мәселесі. Бұл көктемгі жағдай. Көктемде жалпы қатты нөсер жаңбыр жауғанда бұл топырақтың нығыздалмағанының белгісі. Сондықтан жаңағы жертөлеге су кіреді. Жертөлеге су кірген жерде көктем мезгілдерінде былтырғы жылы өте үлкен қиындық тудырды. Мүңкеұлы көшесіндегі Мұрат Мүңкеұлында 8 үйдің жертөлесіне су кіріп кетті. Сол мәселе, мысалы, үлкен проблема тудырды. Бір тәулік үйлерде жарық болмады. Себебі судың деңгейі көтеріліп кетіп, жаңа электр құрылғыларына тиді. Тигеннен кейін адамдар жаңағы апат болуы мүмкін. Сондықтан қауіпсіздік шараларына қалып, жаңағыдай бір тәулік соны жаңағы суды шығару мәселесімен бір тәулік айналыстық. Ол кездер есімде теледидардан да, әлеуметтік желілерден көрдік, өзіңіз басы қасында жүрдіңіз сол жерде, жұртпен бірге. Жақсы, мына келесі сұрағым жолдағым келеді, алдағы уақытта сайлау өтеді. Алла берсін. Қашан өтеді сайлау? 1 желтоқсан. 1 желтоқсан. Қыстың алғашқы күні дейді. Алғашқы күніне. Үлкен таңдау жасайды Зашаған кентінің тұрғындары. Ал енді әкім болуға ниеттісіз, сайлауға, додаға, саяси додаға деп жатамыз ғой, сайлау дегенде көп жағдайда түсіп жатсыз. Берекелі болғай, жеңіс тілейміз. Бірақ енді әкім болып сайланған жағдайда не істейсіз? Қандай тағы өзгерістер әкелесіз? Жаңа айтқан жақсы игі істердің жалғасы ретінде. Енді сайлау алды бағдарламада қосып, өзім қазір тұрғындармен кездесулерде айтып жүрмін. Осы дейін проблемалық мәселелер бар, жол мәселесі, жаяу жүргінші жолы мәселесі. Әлі де болса. Әлі жеткілікті. Бізде тек 55% асфальтталған, 45% әлі жол жоқ. Асфальт жартысы деген. Бұны сол қала басшылығы мен жаңағы қазір ақылдасып кеңесіп алдым. Осыған дейін де сайлауға дейін болған жаңағы арамыздағы осындай кездесуде 2-3 жылдың ішінде толықтай Зашағанды асфальттап бітіру. Одан енді ол күнделікті атқара беретін жұмыстар басқасы бар, тазалық бар, жаңағы терегіміз бар, жарықтандыруымыз бар, ол жалғаса беретін жұмыс. Одан басқа енді мына бұрыннан қала басшылығына, облыс басшылығына айтып келе жатқан сұрағым, бізге оқушылар сарайы керек. Қазір 13 мың оқушы бар.
13 мың үстінде. Сосын бассейн керек. Сосын бізге емхана керек. Спорт нысандар бар да, бірақ бассейн жоқ. Бассейн жоқ. Спорт нысандары болса да қазір инвесторлар шақырудамын. Инвесторлар қазір жас жігіттер қызығушылық танытуда. Бұйырса ендігі жылы спорт кешендері салынуға сондай жұмыс жүргізу керек негізінде. Тағы да енді 2 мектеп салынып жатыр. Жайлы мектеп. Одан басқа балабақша санын көбейту керек. Жеке инвесторларды балабақша салуға тартуымыз керек. Себебі балалардың саны әлі үйде отырған көп. Көп бе? Иә. Сыймай жатыр. Сыймай жатыр. Бірақ Зашағанның өзінде жеке балабақшалар көп. 17 балабақша бар. Бұл енді жеке үйлер сияқты, коттедж сияқты салынған. Иә, коттедж типтес салынған үйлерде. Соның өзіне сыймай жатыр. Себебі көп бала. Себебі бала саны көп, жастар өсіп келе жатыр. Одан басқа енді мына біздің Орал Атырау трассасын жаңғырту. Сосын мына Айтқұлов көшесін жаңғырту. Көлік өте көп жүреді. Ұятта шұрқ тесік болып жатқаны, кіріп келе жатқанда, Атыраудан кіріп келе жатқан қонақ, немесе Ақтөбеден кіріп келе жатқан қонақ жаңа мост арқылы кіретін болса, Жаңғырхан көшесі. Аздап қызарамыз дейсіз. Иә, қызарамыз. Жасыратын жоқ. Тағы да қандай халықтың көрермендер көріп отыр ғой. Ертең Алла қосса сайлауда сізге барып дауыс берсек, қандай нәтиже күтеміз деп. Тұрғындардың жеке кәсіппен молырақ айналысқан мүмкіндік ашу керек, иә? Мүмкіндік ашу керек. Жақсы. Енді мал ұстай алмаймыз. Не істеуге болады? Әлде болады ма? Мал ұстай алмайды. Мал ұстай алмайды. Бау-бақша егуге болады. Теплица, жылыжайлар. Жылыжай салуға болады. Жаңағы өзіңіз айтқан, өзіңізді қызықтыратын мал. Иә. Бірақ кәсіппен айналысу. Ертең Құдай қаласа енді сайлау өтіп, нәтижесі оң болып өтіп жатсаңыз, халық өз таңдауын дұрыс жасап жатса деп айтамыз ғой. Жас кәсіпкерлерге, жергілікті сол жердегі кәсіпкерлерге кәсібін ашуға мүмкіндік жасайсыз, солай ғой? Иә, әрине. Ал енді жастар проблемасы қалай? Мысалы, жаңа айтып жатсыз ғой, оқушылар сарайы керек деп. Жастардың бос уақытын тиімді пайдалануда дәл қазіргі уақытта нашақорлық, синтетикалық есірткілерге тәуелділікті, соған қызығушылықты кері, яғни айтамыз ғой, жаңағы кері әсерін беруге, солардың алдын алуға, жолын кесуге мүмкіндік ашады деп, спорттық секциялар басқасы деп. Сол менің негізгі ұстанымым мына спорт саласына зейін болу керек. Иә, зейін болу керек. Спорт саласына біз жастарды молырақ тартуымыз керек. Мысалы, бізде қазір бір олимпиадалық резервтерін дайындайтын волейбол мектебі тұр. Сосын енді мектептерде өздерінің спорт залдары бар. Сосын жекпе-жек деген арнайы спорт кешені бар. Басқа ештеңе жоқ. Мысалы, Сартау елді мекеніне неге спорт кешенін салмасқа? Балауса мен Болашақ шағын ауданына неге бір спорт кешенін салмасқа? Халқы кез келген ауданның орталығындағы тұрғындардың санымен бірдей. Мысалы, 6-7 мыңнан халқы бар. Ауыз су мәселесі қалай? Ауыз су мәселесі енді қазір қаладан алып тұрмыз ғой. Жалпы 3 жылдық бағдарлама бар. Сол бағдарлама бойынша болашақта біз 27 жылға дейін мына камен суту құбырына қосылу жөнінде қазір бағдарлама бар. Болашақта Зашаған кенті толықтай сол құбырға қосылады. Бәрекелді. Зашағаннан бізді қарап отырған YouTube арнамыздың көрермендері болса, мінекей осындай игі жақсы жаңалықтар бар. Әрине, бұл өзгерістер ертең Аққали ағамыз өзінің бұрынғы жұмысына қайтадан сайланып отырып жатса, әлі жалғасын табады деген сенімдеміз. Ендігі кезекте жалпы мына сайлау үгіт насихат жұмыстары дәл қазір жүріп жатыр. Бұл енді сайлауға дейін жүретін бір күн үнсіздік күні болады. Жұмыстар ғой. Жалпы өзіңіз енді баяғыдан тәжірибеңіз бар, талай сайлаудан өткен, жалпы халықтың психологиясын түсінетін азамат ретінде қалай қолдап жатыр ма халық сізді? Кездесіп жүрсіз ғой біраз адаммен. Кездесіп жүрмін. Кездескен адам жоқ деп айтпайды ғой. Бетпе-бет келген адам жоқ деп айтпайды. Содан кейін басқаша болып кетуі мүмкін. Ол енді әр адамның пікірі өзінің ішінде ғой. Жалпы халықтың маған қолдауы бар деп мен сенемін. Байқалады. Байқалады. Бәрекелді.
Бәрекелді. Себебі жекеме жазып жатқандар бар, тұрғын үйлердің чаттарына жазып жатқандар бар. Өзіңізге жекеңізге жазады, иә? Өзіме жекеме шығып жатыр. Енді мына әкім бұл, халқыңа жақын бол деген бір қанатты сөз бар. Енді ел аузында көп айтылады, және жалпы мына әкім болып, халыққа жақын болу дегенді қалай түсінесіз? Бұл немен көрсетілу керек, немен дәлелдену керек? Бұл енді күнделікті қызметте халықтың мұң-мұқтажын тыңдай білу. Оның жаңағы ол тектен текке келмейді әкімге. Жасына да, жасамысына да. Иә, тектен текке әкімге келмейді. Ол келгесін жерде өзінің кәдімгі қол жетпей тұрған, қолынан келмейтін, сенің көмегіңді сұрап келіп тұрған адам ғой. Оған қол ұшын созу сенің басты міндетің. Ең құрғанда тыңдау. Иә, ең құрғанда тыңдау, қолынан келгенше қол ұшын созу. Енді жалпы жекелеп кеткенде айту дұрыс болмас, бірақ жекелеген адамдарға қаржылай да, материалдық та, басқалай да жаңағы қомақты көмектескен сәттерім бар. Бар. Соны сұрайын деп жатырғам, жалпы сөйтіп келген адамдардың қаншасына шамамен көмектесе алдыңыз деп. Біз енді қабылдау өз алдына әкімнің өзіне бір уақыттар беріледі, сағаттар беріледі, бірақ дегенмен де нәтиже қалай деп. Тікелей өзім атсалысам. Тікелей ол адамның жаңағы қорлар арқылы болсын, мен сұраған, мен жаңағы бір өзім шыққан кәсіпкерлерге шығам. Қаражаты бар деген кәсіпкерлерден жаңағы көмек беруін өтінем. Яғни тек қана мемлекеттен ғана қарап отырмай, өзіңіздің де өзінде іздеу жолдары бар ғой. Іздеу жолдары бар. Шама келгенше көмектесесіз. Иә. Бәрекелді. Бәрекелді, сіз сияқты әкімдер біреуден, мысалға, біреудің мәселесін шешу үшін біреуден жылу іздейтіндей бір өзінің жаңағы айтады ғой, басын иіп, біреуге өтініш жасайтындай, ондай адамдар көп кездесе бермейді, шынымызды айтсам. Солай ғой. Ал енді жаңағы өзінің тарапынан ниетімен, шын жүрегімен өйстіп әкімдер қимылдаса, мен ойлаймын, елдің де болашақта дамуы жақсы болады. Ал енді көп жағдайда сіз теледидардан, сұхбаттардан осындай Аққали Әубакиров деп шенеунік ретінде, мемлекеттік қызметші ретінде таниды халық. Отбасыңыз туралы да бір айтып өтіңіз, себебі сіздің көңіл күйіңіз, сіздің шабытыңыз, сіздің жұмысқа деген ниетіңіз, таңертең қалай тұрасыз, көңіл күйіңіздің қандай болуы барлығы отбасындағы климатқа тікелей байланысты. Әрине. Осы 30 жылдан астам уақыт мемлекеттік қызметте жүргенде жағаңызды кірлетпей жүрген жеңгеміз туралы, бала шағаңыз туралы бір айтып өтсеңіз. Енді жаңа басында айттым, 2 ұл 1 қызым бар. Тәрбиелеп өсіргенбіз 3 баланы. Сол 2 ұл үлкендері, енді қызым кішісі баланың қазір уақытта 8 немере, 3 жиен бар. Құдай өсінбесін. Бақытты болсын. Ұлы бар, қызы бар. Қазір енді өте бай адаммын деп есептеймін өзімізді, отбасымызды. Жеңгелеріңіз енді қарапайым кезінде енді мұғалім болды. Сол қалаға келгеннен кейін де 12-ші жылға дейін алғашқы немереміз дүниеге келгенге дейін мұғалім болып жұмыс жасады. Содан кейін қол босамай қалды. Содан кейін немерелер бірінен кейін бірі дүниеге келе бастағанда қолы босамай қалды. Сосын өзі сол мұғалімдіктен қол үзді. Қазір енді немерелерде өзін-өзі бір-бірін бағуға жетіп жатыр. Бірақ қарапайым өзінің бір кәсібімен айналысып жүр. Енді жеке кәсіп емес, өзінің кәсібі емес, біреудің кәсібіне көмектесіп жүр. Көмектесіп жүр. Жақсы, жақсы. Сіздің бұлай күні-түн жұмыста жүретініңізді, үнемі мемлекеттік мәселелерде ортада жүресіз, халықтың арасында жүресіз, ызду өмір, соның барлығына шыдас беріп жүрген жеңгемізге үлкен сәлем айтыңыз да, енді ол кісіге бір кейін асықпай алғысыңызды айтып, бір әлгі әрбір ер азаматтың айтатыны ғой, маған шыдаған сені ертең ескерткіш қойып құрметтеу керек. Берекелі болыңыз. Рахмет. Мына алдағы өтетін сайлау деп жатамыз ғой. Әлихан Бөкейхан айтады екен, сайлау өтетін жылы егін егусіз, мал бағусыз қалады деп. Бір енді шабылып, қазір насихат жұмыстарын жүргізіп жүрген жайыңыз бар.
елдің ыстық сеніміне, ілтипатына кенеліп жүре беріңіз деген тілек айтамыз. Екінші мәселе бар. Көп жағдайда еуропалық елдерде былай екен. Сенің егер бала шағаң болмаса, я болмаса жолдасың болмаса, зайыбың болмаса, сені кейбір мемлекеттік позицияларда отыруға тыйым салынады екен. Себебін білесіз бе? Ондай бар ғой. Себебі сіз баланың жағдайы, мектептегі бала болсын, университеттегі студент болсын, одан хабардар болмағасын, өзінің денесімен сезіне алмағасын, ондай жерлерде олардың қызмет етуіне шектеу қойылады екен. Ал енді Аққали ағамызда барлығы бар, Құдайға шүкір, жаңа айтып отырмыз ғой, Құдай көпсінбесін деп, бала да, немере де, жиендер де. Енді кезекте мен ойлаймын, осындай үлкен отбасы, ал енді отан отбасынан басталады дейді. Отбасында берекесі бар, ынтымағы бар, отбасында ең бастысы ауызбіршілігі бар отбасының отағасы мемлекеттік позицияда тап осындай көзқараста, тап осындай мықты жұмыс көрсетеді деген сенімдеміз. Бізге енді аз уақытқа сұхбат беріп кеткеніңізге рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік, сайлауда жеңіс тілейміз. Рахмет. Ал енді Ұран YouTube арнасының көрермендері, мінекей біздің кезекті сұхбатымыз жарты сағаттың өзі әдегенше өтіп кетті. Қызықты сұхбат болды деп есептеймін. Себебі өмірлік тәжірибесі бар, мемлекеттік қызметтегі тәжірибесі бар азаматты бүгін шақыртып, уақытын бөлдіріп келтірдік. Бірақ сіздердің де алған әсерлеріңіз біз үшін маңызды, сондықтан да лайк батырмасын басып, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Ал алдағы сайлауда Аққали ағамызға біз тек қана жеңіс тілейміз. Рахмет. Берекелі болайық.